Қазақтың бешбармағын дайындаған ағылшындық аспазшы және тағы басқа қызықтар болған Наурыз мейрамы. Соңына дейін қараңыздар. Былтыр Норвегияда өткен Наурыз мейрамына алғаш қатысқанбыз. Мен сол Наурызды ұйымдастырылуы туралы сын пікір айтқан адамның бірі болдым. Ал биыл сол Наурыздың жүргізушілерінің бірі болып кеттім. Қош келдіңіздер. Көктемнің мерекесі ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Dear guests, welcome. We are happy to see you all here today. We warmly congratulate you on the beautiful spring celebration of Nowruz, a holiday of renewal, unity, and new beginnings. Наурыз фест мерекесіне қош келдіңіздер. Бүгін біздердің дәстүрімізді дәріптейтін күн. Тойда болмаған қазақ жоқ шығар, сондықтан да бүгін біздердің отырысымызды той стильде өткіземіз. Қазақстанды сағынған болсаңыздар, жақсылап қатысып отырыңыздар. Содан биыл маған көп сөйлейсің, ұйымдастырып көр, жүргізуші боласың ба деді. Мен диванда жатып критик бола алам, қажет болса алаңда да істей алам дедім. Наурызға дайындығымыз 2 ай бұрын басталды. Жерлесім Оралдың қызы танымал блогер Альбина хабарласып, ұйымдастырушылар тобына қосыласың ба деп сұрағанда, еш бұлжытпай я дедім де, сол мезетте ұйымдастырушылар бар WhatsApp тобына тіркелдім. Содан әр жұманың сейсенбісі сағат күндізгі 11-ден 1-ге дейін кофеханада кездесу ұйымдастырып, одан қалды 2 рет WhatsApp тобында онлайн жиналыс жасап тұрдық. Сөйтіп бағдарламаны жоспарладық. Осы жылы біз ешқандай қазақи дәстүрлерді көрсетпейік. Одан да адамдардың көбі бір-бірімен әңгіме дүкен құрғанды, билегенді ұнатамыз деп өткен жылдардағы тілектерін ескеріп, содан мен жиынымызды онда той стилінде өткізейік, тойда болатын ойындарды ойнатайық деп ұсыныс тастадым да Наурыз фест 2026 деген тақырыпты ұсындым. Осылайша біздің шақыру билетіміз жарық көрді. Ең қызығы, Норвегияда жергілікті коммунадан ақысыз түрде мынандай клубтарды жалға алуға болады. Мұнда жанға керектің бәрі бар. Кең жылы зал, барлық ас үй жабдықтарымен, ыдыс аяқпен жабдықталған ас үй. Тек бір шарт, кетерде артымызды тазалап, жинап, қолданған ыдыс аяқты ыдыс жуғышпен жуып кету керек. Біздер балаларға арнайы бағдарлама құрамыз ба деп жатырмыз. Мына жерде дайын ойындар тұр екен. Қараңыздар. Керемет емес пе? Осыны сосын балдар ойнап қолданып кері орнына қойып кетеміз. Тіпті микрофон жалғайтын мынандай арнайы құрылғылары бар. Мынандай света музыкасы да бар, барлығы бар. Альбина бар, Дарын, Болат, төртеуміз келіп, мына жерде жоспар құрып жатырмыз. Аллаға шүкір, арамызда ағылшындық Дарын атты бас аспазшымыз бар. Ол да өзінің жұмыс орнын тексеріп алып жатыр. Барлығы бар. Мейрамымыз той стилінде өтетіндіктен біз қыздарымызға өнер көрсетуді ұсындық. Сонда Гүлнар Еркін қызы деген тамаша жан өзі жергілікті қазақ қыздарының аналарына, яғни құрбыларына хабарласып, сөйтіп бір топ қызды жинады да бірінші күні би жаттығуларын өзінің керемет үйінде өткізуді ұсынды. Осы кезде біз алматылық Шахеризада және оның 2 сүйкімді қыздарымен және ақтөбелік Айна мен қызы Айлинмен таныстық. Сол күні Рауан мырза мен Гүлнар ханымның кіші қыздарының 4 жасында атап үлгердік. Арасына бір жұма салып, екінші би жаттығуларын біз мынандай коммунадан берілетін ашық қоғамдық үйшікте де жасап көрдік. Бірақ бізге іші салқын болып көрінді де, Айна ханым өз үйіне жасай салайық деп ұсынды. Биіміздің 3-ші мәрте және соңғы жаттығуы тұңғыш қызымыз Тамиристің туған күніне тұспа-тұс келді де, ендігі би алаңын біз өзіміздің мойнымызға алып, туған күнмен қоса атап өттік. Осы қысқа 3 жұманың ішінде қыздарымыз бір-бірін жақсы танып, ойнап, достаса бастады. Ендігі әрі біз осындай қазақ қыздарын бірге жинап тұру ойы туындап, Наурыздан кейінде мүмкіндігінше түрлі орындарға жинауға тырыстық. Біз де Наурыз жүргізушілері 2 Оралдың қыздары бұл мейрам алды соңғы кездесуімізде де бар бағдарламаны пысықтап алдық. Альбина арнайы осы Наурызға деп Оралдан мынандай әшекей бұйымдар алдырған. Оралдан келген күшті естірттер Оралды.
біздер осындай Норвегияда нағыз осындай қазақи нақыштағы аксессуарлар ғой енді бұлар. Сондықтан мақтанышпен тағып жүреміз. Әдемі. Наурыз мейрамына 2 күн қалғанда Альбина екеуміз дүкенге тамақ алуға шықтық. Бұл да бір ұйымдастырушының жұмысы ғой. Мойын жағы деді ма? Мынау мойын жағы 149.90. Майы сүйегі жоқтар, міне олар қымбат, бірақ Бешбармақтың картобын таңдап жатырмыз. Картоп алып жатырмыз, килосы 1500 теңгеден дейді. Не қылған картоп екенін білмеймін, соны қайсысын алатынымызды білмей тұрмыз. Ірілеуін, шағындауын. Мес Альбинамен дүкенде жүріп, шопинг жасап жүріп бұйырып жатыр. Қалай? Сіздер осындайды армандайсыздар ма? Ұйымдастырушы қыздар Наурыз көжені сен жасашы деп маған бергесін, осы дүкеннен сатып алған тағамдардан мен үйден Наурыз көже дайындадым. Сорпа, тұз, күріш, үш ингредиентім бар. Қазір сосын жайлап қалғандарын қосам. Күрішім дайын, сорпаның ішіне салдым. Енді келесі мына қара бидайды пісірем. Келесі сосын суығаннан кейін келесі тағамдарын қосам. Ал қыздар, Наурыз көже дайындадым бүгін. Жартылай тағамдарын қостым. Енді тағы да мені қосам. Наурыз көжеге 7 түрлі тағам қосамыз, иә. Ол су, тұз, күріш қостым мынаның ішіне. Күріш қостым. Сосын қара бидай қостым. Қазір енді мына тарыны қосам. Сосын мына творогты қосам. Сосын мына айранды қосам. Сонда 7 болады. Тарыны қосам. Творог дейді. Мынау біздің Норвегиядағы кефир деп аталатын Тине компаниясының айраны. Біз алып тұрамыз. Осыны қосам. Сосын ертеңге дейін тұрады. Кішкене ашып бұл. Сосын ертең алып барып Наурыз көжеден кісілерге, Наурызға келген кісілерге алып тегіземіз. Мынандай ертең Наурыз фестте қатысатын қатысушыларға мынандай кеше Альбинамен жүріп жиналған ақшаға мынандай шоколадтар алдық. Оны міне мынандай қаптамаға қаптадым. Ішінде міне шоколады бар. Тілек айтылған ішінде. Сосын қадірлі қонағы болғаныңыз үшін алғыс білдіреміз деген. Норвегияда жүріп, түрлі жетістіктерге жеткен жерлестерімізді атап өту идеясы да ойға келіп, мынандай алғыс хаттар дайындадым. Әр қазақтың жетістігін біз өз жетістігіміздей көреміз. Сондықтан сіздермен де бұл жетістіктермен бөлісе кетейін. Норвегияда тұрып, балаларға заманауи тақырыптарды қамтитын қазақ пен ағылшын тілдерінде кітап шығаратын Өжет Маржан ханым. Өз шағын наубайханасында аштықсыз нандар, түрлі тәттілер дайындап, кофеханасын ашқан батыр қазақ қызы Аида ханым. Артынан мыңдаған көрермен ертіп, Норвегияның өмірі мен мәдениетін отандастарымызға таныстырып жүрген блогер жұп Дарын мен Альбинаны да атамай кетпеуге болмайды. Дарын мырза осы Наурыз мейрамының бас аспазшысы болғанына және Альбина жүргізушісі болғанына 3 жыл толып отыр. Түсіндім. Ойбай, түсінсең болды ғой. Өзім түсінген жоқпын, айтқаныма сен түсінсең болар. Міне мынандай позиция істеп жатырмын. Үстелге. Қазақ даласының көктемгі көркі мен сәні қызғалдақ гүлдері. Сондықтан Наурыз мерекесіндегі үстелдерді осы нәзік те әсем қызғалдақтармен безендіруді жөн көрдім. Бұл безендіру көктемнің жаңаруын, даланың сұлулығын және ұлттық рухтың жарасымын айшықтай түседі. Ал мынау Аида атты ұйымдастырушы қыздардың бірінің қолынан шыққан өнер. Ертең өтетін мейрамға барлығы да дайын. Балалардың да жайын ойлап, мынандай түрлі бояғыштар, балалардың бағдарламасы мына бөлмеде өтеді ертең. Осы жерге қойып кетемін. Міне Наурыз мейрамы да келіп жетті. Біздер биыл Наурызда 21 Наурызда тойладық. Соған мен таңертең таңғы 5-те тұрып, піштірма бауырсақтар дайындадым. Оның себебі келген қонақтарды жас өспірімдер осы дәммен қарсы алсын деген оймен жасалған іс еді. Наурыз жыл
Наурызды 12:00-ге жоспарладық. Бірақ бізде VIP қонақ бар, консул. Консул 1:30-да келді. Солай біз қазақша күту режимін қостық. Консулды күткенше өзіміз бір-бірімізбен амандасып төс қағыстық. Жерлесім Оралдың қызы Альбина екеуміз екі тілде жүргіземіз деп келістік. Менің миссиям барлығын ағылшынша айту. Өйткені қазақша түсінбейтіндер бар, орысша сөйлейтіндер бар, шетелдік қонақтар бар. Қысқасы, сол күні мен Google Translate'тің тірі версиясы болдым. Бұрым осы өсіп жатқан келешек ұрпақ осылар білсе екен деген ниетпен жасаймыз ғой. Алғашқы сөзді Норказ ұйымының негізін қалаушылардың бірі Бағытжан Мырза алды. Сосын консул сөз сөйлеп, шарамыз әнұранмен ашылды. During joyful moments as a symbol of happiness and prosperity. Let's celebrate this moment together. Шашусыз қазақтың тойы өтпейді ғой. Стavanger қаласында дүниеге келген біздің бүлдіршіндеріміз де бүгінгі мерекеден қалыс қалмай, өздері Қамажай биін сіздерге дайындап келді. Қолдап отырыңыздар. Prepared for you National Kazakh dance Қамажай. Please support them. Ең әсерлі сәттердің бірі Қамажай биі. Ставангерде туған қыздар алғаш рет қазақ биін биледі. Біздің екі қызымыз да солардың ішінде болды. Әрбір қазақ тойында өздеріңіз білесіздер, бұл бүлдіршіндердің алғашқы шығып тұрған дебюті, сондықтан қазақ тойында ақшалай шашу береді ғой. Біз өзіміздің отбасымыз атымыздан мынандай ақшалай сіздерге шашу береміз. Шашу! Шудың демеушілері Болат пен Алия. Қыздар көп рахмет. Tusen tak. Өнерлеріңіз үстей берсін. Көп рахмет сіздерге. Бірақ бәрі жоспар бойынша жүре бермейді. Консулды күтеміз деп бешбармақ кешікті. Сосын біз жүргізушілер жоспарды өзгертіп, ойындарды алға жылжытып, залды құтқару операциясын бастадық. Ең қызығы, ағылшындық аспазшымыз Дарын бешбармақтың іңкәлінің 24 қамырын үйден қолмен елеп алып келген. Міне еңбек қайда жатыр. Kazakh language кім қай жақтан екен? Мен өзім Оралданмын, Оралдың адамдары бар ма? Атырау! Астана! Жерлесім Талдықорған. Асылап араласыңыздар, танысыңыздар. Көп рахмет. Yeah. So 5
5 tasks. When, if you complete, then come back to the chair. I'm speaking English for you guys. So, I'm going to give you task. Yeah. You need to complete the task and come back and run and take the chair. The one who doesn't have chair will get out of the game. So тапсырма беремін мына қатысушыларға. Орындағандар келіп мына отырышқа отыру керек. Кім отырышқа отыр? Бұл ойынның тапсырмалары көп болды. Мысалы, шашы жоқ адаммен селфи, ұлттық қызыл киім киген адаммен селфи, есімі М әрпінен басталатын кісімен селфи, бауырсақпен селфи, тағы сол сияқты. Ой, жарады. Wait. Okay. Көп рахмет. Tusen takk. Ал енді соңғы. Шашы жоқ адаммен селфи дегенде қалған екі ойыншы дарын туралы естеріне алып, тез барып, ас үйге суретке түсті. Міне керемет. Құттықтаймын, Көп рахмет. Орындар, ол жеңімпаз. 7-8 адамнан құралған топтың жеңімпазы болып, ақтөбелік Анар атты қыз баламыз жеңіп алды. Ас келгенше жиылған жұрттың, әсіресе балалардың қарындары ашып қалар деп, үстелде тұрған қатысушылар өздері алып келген тамақтардан ауыз тигіздік. Жиылған жұрт тарап кетпей тұрғанда, мынандай естелік фотоға түстік. Ағылшындық аспаздың қолынан шыққан қазақтың бешбармағы келді. 7 жігіт наурыздың сәні. Бұл жолы дастарханға бешбармақты арнайы даяшылар емес, өз арамыздан шыққан азаматтар алып шықты. Адайдың күйі нағыз қазақи рух пен салтанатты сездірді. Қазақстандағы мейрамханалардағыдай көрініс Ставангер төрінде қайталанды. Ой, рахмет. О, жігіттер, көп рахмет. Наурыздың басты тағамы қасиетті наурыз көже. Береке мен молшылықтың белгісі болған бұл ас қонақтарға ұсынылды. Бір адам, мына жерге жеткенше билеп шығыңыздар. Астан кейін тағы да той ойынын ойнаттық. Бұл ойында достық жеңді. Әлеуметтік желі арқылы қазақ аудиториясына пайдалы контент ұсынғандарыңыз үшін шынайы алғыс білдіреміз. Алғыс хаттар да ұсынылды. Ең қызығы, кітап шығаратын Маржан ханымға осы мейрамнан кейін көп адам кітапқа тапсырыс беріпті. Жұмыстары жеміс болып қайда жүрсе деп өстіп, жерді анықтанған. Сонау Атыраудан қызына қонаққа келген қазақ апамыз Норвегиядағы наурызға қатысу бұйырыпты. Апамыз ақ батасын беріп, ризашылығын білдірді. Қазақстандағы наурызға қатыса алмадым деп өкінбеймін. Себебі Норвегиядағы наурызда өзімді туған елімдегідей сезіндім деп жылы лебізін жеткізді. Сонымен қатар шашуын шашып, мерекенің сәнін келтірді. Мереке барысында ұлттық киімдер көрсетіліп, сән үлгісі ұйымдастырылды. Әсем камзолдар мен оюлы шапандар наурыздың көркін аша түсті. Альбина апайымен де біздің Зарина сән көрсетті.
ересектер арасында және балалар арасында арқан тарту ойыны болды. Сақталмауға ұмтылдым, құлы болмаған құлқынның, пейілі қымбат жұртымның, мен қазақты. Екі күнде екі қалада Наурыз тойлап үлгердік. Ондайды көрдіңіз бе? Сәлем. Өз қаламызда Наурызды өткізіп бола сала, сол күні кешке Бергенге жол тарттық. Бергенде қазақтар саны көп емес, бірақ той расымен өте әсерлі өтті. 400-ге жуық манты, 2 түрлі палау, неше түрлі тәттілер, бесікке салу дәстүрі, ән, би, асық, арқан тарту. Ең қызығы, жергілікті қазақтар норвег туыстары мен достарын да шақырған. Олар да тыштырманы алып кәдімгідей мәз болды. Бар болғаны 2 сағаттық отырыс, бірақ атмосфера тұнып тұрған қазақилық. Ең қызығы тойдан кейін болды. Соңында өзіміз отырып шай іштік. Бергендегі Наурыздың толық атмосферасын көргіңіз келсе, парақшаға тіркеліп, видеоны таратып жіберіңіз. Жалғасы бар. Міне кетерде мынаның барлығын жуып кеттік. Тап-таза қылтып, дарын өзі жұмыс жасаған жерін тазалап жуып кетті. Біздер қалған жаңа ыдыстарды орындарына салып, нәуркерім бір ыдыс жуғыш екен, тез бір 2-3 минутта жуып береді. Мынаны бүйтіп түсіресің, сонда тез жуып береді. Сосын барып мына ішкі құрылыстарына мындай қылтып жууға салып кеттік. Мыналармен салынады, ішіне ыдыс салынады да, мына подностарға, мынаның ішіне жуылады. Керемет. Барлығы деген. Ставангерде тұратын Жұлдыз бен жолдасына үлкен алғыс айтамыз, себебі олар біздерге соңына дейін көмектесіп кетті. Баянымыз ұнаса, бізді қолдап тіркеліп кетіңіз. Лайк басып, пікір жазып, таратып отырыңыз.